Бармысыз ағайын, аман есен бармысыз? Қазіргі таңда көптеген сұрақтар қойылуда, сұрақтар туындауда. Осы сіз неге осы дүниетанымға қалай келдіңіз? Осы дүниетанымды не үшін ұстанасыз деген сұрақтар туындауда. Ол өзіміздің ұлы дала дүниетанымы, ата-бабаларымыздан қалған тәңірлік дүниетаным. Мен бұған қалай келдім? 1991 жылы біз егемендік алып, өзіміздің мемлекетті құрып, ес жиып, осы үлкен бір бабаларымыздың армандаған дүниесіне қолымыз жеткен сәтте, көп азаматтар, соның ішінде мен де өзіміздің руханиятты іздей бастадық. Іздендік. Сол жолда әртүрлі бағыттағы ағымдар, әртүрлі танымдар, діни ағымдар, солардың бәрін қарап, ақылап, зерттеп көрдік. Анау ежелгі Вавилон, Шумерден бастап, ежелгі Мысыр дейміз ба, сол замандағы ертеректегі цивилизациялардың бәрінің дүниетанымдарын зерттеп білдік, оқыдық, көрдік, салыстырдық. Сосын сол дәуірде 30 жыл бұрын бәріміз жаппай мұсылман екенбіз деп исламға келе бастады біздің жерлестер, азаматтар. Оны да көрдік, ішінде болдық, өз басымыздан өткердік. Айналып келіп, өзімнің бабаларымнан қалған ұлы дүниетанымға жетер дүние жоқ екеніне көзім жетті. Ол үлкен ізденіс, үлкен зерттеудің арқасында оқып, біліп, осы жолға келдім. Және бұл жолға келуіме басты түрткі болған, үлкен себеп болған ол менің ұлтшылдығым. Өзім ұлтыма деген сүйіспеншілігім, өзім ұлтыма деген шексіз махаббатым, ол тілімізге, ана тілімізге, бабалардың тіліне, ұлы мәдениетімізге, дүниетаным, салт дәстүр, әдет ғұрыптарымызға және ұлы бабаларымызға деген құрмет. Соларға деген шексіз алғыс осы жолға келуіме үлкен түрткі болды. Қазақ дүниетанымы, ұлы дала дүниетанымы, ол шексіз үлкен дүние, бір ауызбен бірер минутта айтып тастайтын дүние емес.